Көптеген адамдар кофені таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін ішкенді ұнатады. Алайда эндокринолог дәрігердің айтуынша бұл асқазан ауруларына әкелуі мүмкін дейді. Бүгінгі видеода кофені таңертең аш қарынға ішуге бола ма, сол жайлы айтатын боламын, сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сонымен кофе жайлы дәрігерлер не дейді? Маманның сөзінше сусынның бұл түрін тамақтан соң ішу керек. Себебі аш қарынға ішкен кофенің салдары уақыт өте келе созылмалы аурулардың өршуіне әкеледі. Адамдар кофені аш қарынға ішкен кезде оларда дұрыс тамақтану әдеті қалыптаспаған болуы мүмкін, яғни аш екені сезілмейді. Сондықтан олар таңертең тамақтанғысы келмей серігу үшін кофе ішеді. Эндокринологтың айтуынша, тамақтанғаннан кейін кофені өз қалауыңыз бойынша және кез келген нәрсемен, тіпті десертпен де ішуге болады. Сондай-ақ ол егер адамның дені сау болатын болса, онда кофені таңертең де, кешке де кез келген уақытта ішуге болады. Бірақ мөлшермен, яғни күніне бір рет. Ал сіздер кофені күніне неше рет ішесіздер? Комментарийге жаза кетіңіздер. Ал егер осы видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше. Ем болсын!